Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы гиподинамия, сымбаттың бұзылуы және жалпақ табандылықтың пайда болу себептері. Сымбаттың бұзылуы және жалпақ табандылықтың алдын алу шаралары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты гиподинамия салдарын атау, сымбаттың бұзылуы және жалпақ табандылықтың пайда болу себептерін анықтау. Бүгінгі сабақта гиподинамия салдарын білеміз, дене сымбатының бұзылу себептерін сипаттаймыз, жалпақ табандылықтың пайда болу себептерін және алдын алу шараларын білеміз. Гиподинамия аз қозғалу. Қазіргі кезде көптеген жұмыс түрлері механикаландырылғандықтан адамзат гипокинезияға тап болады. Гиподинамия грек тілінен аударғанда гипо қалыптан төмен, динамис күш деген мағынаны білдіреді. Бұл аз қозғалудың ауру күйі. Қозғалу, тыныс алу, қоректену және тағы да басқа сияқты ағзаның табиғи қажетсінуі. Күнделікті дене жүктемесіне бұлшықет күші ғана емес, байламдардың иілгіштігі, сүйектердің беріктігі, зат алмасу белсенділігі, жүрек, буын, өкпе және тағы да басқа жағдайы тәуелді болады. Гиподинамияның негізгі белгілері: әлсіреу, жүрек соғысының және пульстың тез соғуы, қан қысымының жоғары болуы, қажығыштығу, эмоционалдық тұрақсыздық және күйгелектік. Гиподинамияның адам ағзасына әсері. Балалар, біз сіздермен гиподинамия аз қозғалу дедік. Егер адамдарда күнделікті қимыл қозғалыс болмаса, мынадай кері әсерлерге ұшырайды. Бұлшықет күшінің төмендеуі, зат алмасудың бұзылуы, артық салмақтың пайда болуы, иммундық жүйенің әлсіреуі және жүйке қызметінің бұзылуы. Сымбат. Қалыпты жағдайда және жұмыс кезінде адамның күнделікті әдетпен өз денесін ұстай білуі. Сымбаттың бұзылу сатысы. Күжірейген арқа. Омыртқаның кеуде жағындағы жоғарғы бөлігі көбірек қисайып кетеді. Иықтары қусырылып, арқасы күжірейіп, қарны шартиып, салбырап тұрады. Еңкіш дене. Адамның бойында өте жиі кездесетін мін. Мұндай жағдайда жалпы кеуде сүйегінің қисайып кеткендігі байқалады. Әдетте еңкіш адамның жауырыны томпайып, төсі ішке қабысып, иық пен бас алға еңкейеді, қарны қампиып тұрады. Еңкіш адам бойын тік ұстап көп жүре алмайды, себебі бұлай жүргенде тез шаршап қалады. Қайқы бел. Дене құрылысының бұзылуы. Дененің мұндай кемістігінде мойын, кеуде, бел омыртқалардың анатомиялық қисықтығы айқын болып тұрады. Дененің бұл кемістігінің себептері: біріншіден, омыртқаның бүгіліп, жазылып тұратын бұлшық еттерінің дұрыс жетілмеуі және мешел ауруының белгісі. Екіншіден, адамның жамбасы сыртқа шығып тұрады. Сымбаттың бұзылуы негізінен мектеп жасындағы балаларда жиі кездеседі. Омыртқа жотасының бұзылуына мынадай себептер әсер етеді. Жазу үстелінде ұзақ уақыт қисайып отыру, үстел мен орындық биіктігінің сәйкес келмеуі, дененің өсуі мен сүйектердің беріктігінің сәйкес келмеуі, бұлшық еттердің әлсіреуі және салмағы ауыр жүк көтеру. Омыртқа жотасы қисаюының алдын алу үшін денені тік ұстау қажет, арқа бұлшық етін жаттықтыру және міндетті түрде дәрігерге жүгіну. Жалпақ табандылық. Адам табанындағы ойыстың түгелдей немесе жартылай тегістеліп, жалпайып кетуі. Табан ойысының жалпаюына байланысты көлденең жалпақ табан және ұзына бойлай жалпақ табан болып ажыратылады. Біріншісінде табанға аяқтың 5 бақайшақ сүйегінің алдыңғысы ғана тірек болып, еденге табанның басы ғана тимей тұрады. Ал екіншісінде аяқты басқанда табан толықтай еденге тиеді. Жалпақ табандылықтың себептері:
аяқ бұлшықеттерінің нашар дамуы, ұзақ уақыт тік тұру немесе отыру, ауыр жүктерді көтеру, тар, қысып тұратын немесе үлкен аяқ киім кию, биік өкше немесе сірісі жоқ аяқ киім кию. Балалар, және де осы жалпақ табандылық көбінесе ер адамдарға таныс. Себебі ер балалар 18 жасқа толған кезде әскер қатарына шақырылады. Сол кезде көбінесе ер балалар осы жалпақ табандылықтың салдарынан әскер қатарына қосылмай жатады. Жалпақ табандылықтың алдын алу үшін аяқ киімді таңдап кию қажет. Яғни өзіне ыңғайлы, үлкен емес немесе тар емес ыңғайлы аяқ киім кию, жалаң аяқ жүру, арнайы массаждар қабылдау және міндетті түрде шынығу. Шынықсаң, шымыр боларсың. Сымбаттың бұзылмауы, жалпақ табандылықтың пайда болмауы үшін дене тәрбиесіне мән беру керек. Ежелгі Грекияда бұлшықет күшіне үлкен мән берген. Әйгілі дәрігер Гиппократ дене шынықтыру жаттығуларының денсаулықты нығайтуға және ауруды жеңуге әсер көрсететінін дәлелдеген. Спартада дене тәрбиесінің қатаң жүйесі болған. Таза ауа мен еркін қозғалу арқылы денсаулықты нығайту үшін нәрестелерді жаялыққа орамаған. Балаларды қараңғылықтан қорықпауға, жыламауға, тамақ таңдамауға үйреткен. Сонымен қоса, біздің қазақ халқы да дене тәрбиесіне үлкен мән берген. Бала жүре бастаған кезден атқа мінгізіп үйреткен. Халық ойындары, күрес түрлері, әскери біліктілік төзімділікке, бұлшықеттің күшті болуына, ептілікке, қырағылыққа жаттықтырды. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыз сіздерге түсінікті болса, тапсырма орындауға көшейік. Сіздерге берілетін бірінші тапсырма дене сымбатының бұзылуына әсер ететін себептерді жазыңыз. Берілген тапсырманы орындап болсақ, балалар, сіздермен екінші тапсырманы орындауға көшейік. Екінші тапсырма анатомиялық жағдаяттар. Сіздерге сұрақ арқылы тапсырма беріледі. Міндетті түрде бүгінгі өткен жаңа сабағымызды қорытындылай отыра, әр қайсыңыз өз ойларыңызды ортаға салуға міндеттісіздер. Бірінші тапсырма. 16 жасқа толған дос қызының туған күн мерекесіне Айгүл анасының биік өкшелі туфлиін киіп барды. Жүруге ыңғайсыз болса да, өзін ересек, бақытты сезінді. Мерекелік дастарханнан кейін достары биледі. Ал Айгүл аяғының ауырғанынан туған күнді диванда отырып өткізді. Дос қыздары ештеңе етпейді, үйренбеген соң ондай болады деп жұбатты. Бірақ Айгүлдің көңіл күйі бұзылып, кештен көңілсіз қайтты. Ал енді балалар, сіздерге сұрақ. Қалай ойлайсыздар, биік өкшелі аяқ киім кию адам денсаулығына әсер ете ме? Өте жақсы, балалар. Барлықтарыңыздың жауаптарыңызды қабылдауға болады, дегенмен дұрыс жауапқа назар аударайық. Биік өкшелі аяқ киім киіп жүру дене сымбаты мен адам жүрісіне ерекше кері әсер етеді. Ағзаның ішкі мүшелерінің қызметіне, дене сымбатының деформацияға ұшырауына алып келеді. Биік өкшенің әсерінен дене салмағы аяқтың басына түседі. Тізе мен жамбас сүйектері бүгіліп, бөксе сүйектерінің қалпына, ішкі ағза мүшелерінің орналасуына кері әсер етеді. Сонымен бірге жасөспірімдерде жалпақ табандылықтың дамуына да себеп болады. Табанның көлденең күмбез тұсы ауыр салмақтан тегістеліп, аяқ жалпақтанып, сүйеліп пайда болады. Келесі тапсырма. 9-шы сынып оқушысы Ару дос қызы Самалды бір ай бойы кешке серуендеуге үйінен шығара алмады. Самал сабағының көптігін, қызықты кітаптар мен бағдарламалар көргісі келетінін айтып, таза ауада серуендеуге келіспеді. Айдың аяғында Самалдың басының ауырып, тез шаршайтындығына шағына бастады. Мұны естіген Ару дос қызын өзі қатысатын гимнастика секциясына ертіп барды. Секция тренері сенің дене сымбатың қандай? Еңкішеді, мүмкін дене шынықтырумен тіпті айналыспайсың-ау деймін. Кітаппен теледидар алдынан кетпейтін қыз болдың ғой. Жарайды, онда саған көмектесеміз деді. Сұрақ.
Бұл жағдайда самалдың дене сымбатының бұзылуына не әсер етті деп ойлайсыздар? Қанекей балалар, өз ойымызды ортаға салып, жауап берулеріңізге болады. Өте жақсы балалар. Олай болса, экранға дұрыс жауабына назар аударайық. Бұл жағдайда самалдың дене сымбатынан еңкіш тартуына басты себеп дене белсенділігінің жетіспеуі, таза ауада қажетті мөлшерде серуендемеуі және шамадан тыс шаршау болып отыр. Осылардың салдарынан өзін-өзі нашар сезіну, денсаулығының бұзылуы туындауда. Сонымен бірге самалдың дене мүсінінің бүкірейуі, еңкіш тартуы, оның аз қимылдағаннан да арқасының бұлшықеті әлсіз дамыған. Балалар, өте жақсы, барлығымыз сабаққа өте жақсы, ерекше көңіл күймен қатыстыңыздар. Жауаптарыңыздың барлығымен келісеміз толықтай. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау барысында сіздермен кері байланыс жасаймыз. Яғни бүгінгі сабақты қаншалықты түсіндіңіздер? Өздеріңіздің сабақтағы әрекетіңізді бағалауларыңызды ұсынамын. Егер бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, қызықты болса, сіздерден бір лайк. Ал егер бүгінгі сабақтан бір жаңа термин, анықтама білсеңіздер, сіздерден репост. Ал егер сабақты түсінбесеңіздер, қызықсыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде маған комментарий жазып жіберулеріңізге болады. Үй тапсырмасы ұлттық әдет-ғұрыптардың қимыл жүйесінің қызметін жаттықтырудағы маңызы. Хабарлама жазу.